Не болды сол кезде? Осы жерде нақты айтып беріңізші бізге. Магазинге кірдік, Елмира сұрады, темекі сатасыз ба деді. Сонымен ана кісі темекі сатпаймын, шығыңдар деп айтты. Сонымен біз шығып кеттік магазиннен. Біз шыққанда уже магазин алдында ерегес болады, төбелес болды. Төбелес болды ма, ерегес болды ма? Мен біреу құлап жатты ма, сондай бір әле болды. Сосын мен қолымды сілтеп, жүріңдер қайтамыз деп айғайлаған болатын. Төбелесті кім бастады? Оны мен көрген жоқпын, байқамадым. Сол сәттегі сотталушылардың әрекетін бізге қазір айтып бере аласыз ба? Кім не істеген? Отырыңыз, қайда кетіп барасыздар? Жоқ. Бізге мылтықпен атылғаннан кейін төбелес вообще көшенің арғы бетінде болды. Көшенің магазиннің арт жағындағы көшеде, домдардың арасындағы. Мен ол кезде машина жақта тұрғам. Сол машинаның ішіне кіріп, мен сол жақта отырдым. 5 минуттай. 5 минуттан кейін шығып, бір 2-3 метр жасадым да айғайладым, ұлдарға қайтайық деп. Ол кезде бірақ ешкім естіген жоқ. Мен қайтадан машинаға келіп отырдым, сол жақта күттім. Сол кезде білдіңіз бе негізі төбелес не үшін басталған? Жоқ, білген жоқпын. Сіз нақты қандай әрекет жасадыңыз мына жанжалды болдырмау үшін? Мен қолымды сілтеп, ұлдарға айттым, жүріңдер қайтайық дедім. Төбелеспеңдер дедім. Одан кейін мылтықпен атылғаннан кейін мен дальше ештеңе істеген жоқпын. Мен қорықтым. Не үшін қорықтыңыз? Енді мылтықпен атқаннан кейін өз өмірім үшін қорықтым, шошып қалдым. 102-ге, полицияға, 100-ге, жедел жәрдемге неге хабарласпадыңыз? Ондай ойымда болған жоқ. Bir жағынан мылтықты өмірімде бірінші рет көрдім. Мылтықпен атылғанды бірінші рет естідім. Соң қорқып машинада отырып қалдым. Өз өмірім үшін қорықтым. Әзірше жоқ. Сізде бар. Менде бар. Куә жақсы келді. Дүкеннен шыққан сәттен бастап, ары қарай әр адамның іс әрекетін айтып беріңізші. Жаңа менің әріптесім сұрады, сіз көрген жоқпын деп айттыңыз, жақсы. Кім бірінші төбелесті бастаған? Нақты сол жерде қанша адамды соққыға жықты? Қанша адамға физикалық күш көрсетілді? Мен дүкеннен шыққан кезде ондай нәрселерді байқаған жоқпын. Мен талпа ұлдарды көрдім. Біздің ұлдар сөйлесіп қайтамыз деп шыққан болатын. Одан кейін бір-бірімен ерегесіп болғалы сөз айтқандарын ғана естідім. Дальше кім төбелесті бастады, кім бір-бірімен соғысқан көрген жоқпын. Бірақ бізге қаратай мылтықпен атқанын ғана көрдім, сақалды баланың. Содан кейін төбелес басталып, дальше басқа көшеде болды төбелес. Сіз ол уақытта қайда болдыңыз? Мылтық атылғанда мен тұрып қалдым. Содан кейін кабанның артында тұрдым, Мерстің артында. Мерстің артында тұрдыңыз? Иә, содан кейін машинаға кіріп машинада отырдым. Жақсы, сол сәтте құрбыңыз Нұрбекова қайда болды? Мен оны байқаған жоқпын, сыртта тұрды ғой. Мен ішке кіріп кеттім машинаға. Машинаның ішіне кіріп отырдыңыз? Иә. Жақсы. Жалпы жәбірленуші Гайпаев пен Полатқа соққы көрсеткен сәтті көрдіңіз ба сіз? Жоқ, көрген жоқпын. Ал жаңа айттыңыз ғой, құрбыңыз, яғни далада қалған. Сіз автокөліктің ішінде отырдым деп айтып тұрсыз, дұрыс па? Нұрбекова өз тарапынан жанжалдың алдын алуға бір іс әрекет жасады ма? Басында ол Равилді ұстап тұрғанын ғана байқадым. Одан кейін мен кабанның артында тұрғам. Одан кейін байқаған жоқ.